Тергеушінің қатесі жаңа детектив әңгіме. Ескіз. 2017 жылдың наурыз айының аяғы. Алматы облысының Шеткері аудандарының біріндегі қарапайым 2 қабатты коттедж үйде жас әйел Айгүл Серікқызының мәйіті табылады. Үйдің іші астан-кестен. Қонақ бөлменің ортасында қанға малынған дене. Оның мойны мен кеуде тұсында бірнеше пышақ ізі болған. Терезе сынбаған. Есік іштей жабық емес. Үйдің ішінен күрделі күрес іздері байқалады. Үстел аударылып, ыдыстар шағылған, бір шам сынып, қалың берде қанмен былғанған. Тергеушілер келгенде, көршілердің бірі, зейнеткер әйел, кешке Айгүлдің үйіне бір ер адамның кіріп шыққанын, көлік шамының жарқ еткенін, кейін қайта қараңғылық орнағанын айтқан. Уақыт: түнгі сағат 23:00 шамасы. Бірақ бұл мәлімет хаттамаға кейін күмәнмен жазылады, себебі басты күдікті Айгүлдің бұрынғы күйеуі Нұрлан Аманжолов бұл кезде үйінде болғанын айтқан. Нұрлан мен Айгүл 1 жыл бұрын ажырасып кеткен. Қыздарының қамқорлығы үшін күресіп жүреді. Бірнеше рет полицияға тұрмыстық жанжалға байланысты арыз-шағымдар жазылған. Нұрлан ішімдік ішетін, кейде ашу үстінде үйге келіп айғай шығаратын. Бірақ соққыға жыққаны нақты дәлелденбеген. Қылмыстың таңертең анықталған сәтінен бастап тергеу бір бағытқа Нұрланға қарай жылжи бастады. Оның бұрынғы әрекеттері, ашуланшақ мінезі, қарым-қатынастағы даулар бәрі де бір сәтте оған қарсы айғаққа айналды. Ең бастысы, қылмыс орнынан алынған саусақ ізі болжам бойынша Нұрланға тиесілі еді. Істің сараптамалық қорытындысында саусақ ізі үлгісі Аманжоловтың саусақ құрылымына ұқсас келеді деп жазылған. Бірақ толық сәйкес келеді деген нақты ғылыми тұжырым жоқ. Бірақ сол кезде бұл детальге назар аударылмады. Себебі жұрт іздеген қылмыскер дайын тұрғандай еді. Бұқаралық ақпарат құралдары қызғаныштың құрбаны деген тақырыптармен мақалалар жариялап жатты. Қоғам Нұрланды әлдеқашан кінәлі етіп қойған. Тергеу тек 1 айға ғана созылды. Айгүлдің анасы көз жасын сүртіп, басқа ешкім емес, сол Нұрлан менің қызымды өмір бойы тыныштықтан айырды деген сөздер айтты. Сот отырысы ұзаққа созылған жоқ. Мемлекеттік айыптаушы барынша нақты және салқынқандылықпен сөйледі. Нұрлан өз кінәсін мойындаған жоқ, бірақ бұл да оның пайдасына жұмыс істемеді. Сот үкімі 18 жыл қатаң режимдегі колония. Іс жабылды. Газеттер үнсіз қалды. Қоғам басқа жаңалықтарға бет бұрды. Арада 7 жыл өтті. 2024 жыл. Алматы қаласы. Қалалық тергеу департаментінде жаңадан жұмысқа орналасқан жас тергеуші Айдос Сейітұлы кешкі уақытта архивпен жұмыс істеп отырған. Оған тапсырылған ескі, жабылған істердің құжаттарын цифрландыру және жүйелеу. Ол сол кеште көп іс парағын аударып отырып, бір қалың қапшыққа көзі түседі. Қызыл қапшықта 2017 Аманжоловны деген жазу бар. Кездейсоқ ашқан ісі Айгүл Серікқызының өлімі. Бірнеше минут ішінде Айдос толық шолу жасайды. Суреттер, сараптама, куәгер іздесудің хаттамасы. Бірақ бір нәрсе мазалай бастайды. Көршінің түсініктемесінде былай делінген. Сағат 23:00 шамасында үйдің алдынан ақ түсті Toyota Camry маркалы көлік тоқтады. Үйге бір ер адам кірді. Қараңғыда бет-жүзін көрмедім. Біраздан соң қайта шыққан сияқты болды, бірақ сенімді емеспін. Ал сараптама қорытындысында өлім уақыты сағат 21:15, 21:45 аралығы деп көрсетілген. Айдос сол мезет ойланып қалды. Егер көрші сағат 23:00-де келген адамды көрсе, ол адам кім болған? Айгүл ол сәтте тірі ме еді, әлде қашан өліп қалған ба? Ал егер тірі болса, сараптама неге басқа уақытты көрсеткен? Бұл ұсақ сәйкессіздік сияқты көрінуі мүмкін. Бірақ Айдос тәжірибесі аз болса да бір нәрсені жақсы түсінеді. Нағыз шындық әрқашан детальда жасырынады. Ол қапшықты жауып, архив сөреден алып үстелінің жанына қояды. Қаласа да қазір бұл істі тастай алмайтынын іштей сезді. Бұл жай ғана ескі емес. Бұл бір тергеушінің қатесі, бәлкім бір адамның босқа кеткен өмірі.
Айдос қалтасынан блокнот шығарып жаңа бетті ашты. Бірінші жолды жазды. Айгүлдің өлімі не нәрсе ескерілмей қалды. Күмән. Айдос Сейітұлы келесі күні таңертең жұмысқа ерте келді. Түнде ұйықтай алмады. Істі қайта-қайта ойынан өткізді. Қарапайым істеп жабылып кеткен оқиғада бірден бірнеше сәйкессіздік байқалғаны жас тергеушіні бей-жай қалдырмады. Ол шындықты іздеуді емес, қателіктерді іздеуді шешті. Бірінші қадам сараптама актілері. Айдос сол кездегі судмедэксперт Бақытжан Әлімовтің қорытындысын қайта оқып шықты. Айгүлдің денесіндегі жарақат саны 7. Оның 2-і өлтіруші жарақат. Бастысы, өлім уақытының диапазоны кешкі 21:15, 21:45. Бірақ бір нәрсе түсініксіз еді. Тергеу материалында өлім уақытын нақтылауға арналған қосымша зерттеу жоқ. Мысалы, асқазан құрамын зерттеу, дене температурасы, бұл секілді әдістер нақты сағатты анықтауға көмектесетін. Бірақ бұл істе тек болжам ғана. Айдос өзі танитын, тәжірибелі судмедэкспертке қоңырау шалды. Егер өлім уақыты тек жарақат тереңдігіне қарап анықталса, қаншалықты нақты болады? Деп сұрады. Сол кісі кідірместен жауап берді. Жай ғана сыртқы жарақатқа қарап, дәл сағат айту мүмкін емес. Ең кемі 3 түрлі параметр салыстырылуы керек. Әйтпесе, ол тек жорамал болады. Жорамал. Сол кезде Айдостың ішінде бір жарық жанғандай болды. Яғни, өлім 21:30 болмауы мүмкін. Ол 23:00 де орын алған шығар. Демек, көрші көрген адам бәлкім нағыз қылмыскер. Екінші қадам – саусақ ізі. 2017 жылғы сараптама парағында былай делінген. Пышақтың сабында анықталған саусақ ізі Аманжоловқа тиесілі болуы ықтимал, сәйкес белгілер 7-ден 10-ға дейін. Бірақ толық сәйкес келетін дерек жоқ. Бүгінгі стандарт бойынша бұл тұжырым нақты айғақ бола алмайды. Айдос бұл тартпас дәлел ретінде қолданылған дәл осы саусақ ізінің ықтималдық деңгейіне қарап таңғалды. Тергеу тобы неге қосымша сараптама талап етпеген? Неге екінші тәуелсіз криминалист тартылмаған? Үшінші қадам – Нұрлан Аманжоловтың алибиі. Істе жазылған. Аманжолов тергеу басталған сәтте өз үйінде болған. Көршісі оның 22:00 шамасында дүкенге барып кейін қайтқанын растаған. Бірақ нақты бейне бақылау болмаған. Айдос бұл жерге келгенде қабағын түйіп ұзақ отырды. Нұрланның алибиі 22:00-ге дейін ғана расталады. Ал қылмыс кешкі 21:30-да болды дегенге тергеу сеніп отыр. Бірақ егер өлім уақыты 23:00 болса, Нұрланның сол уақытта қайда болғаны белгісіз. Алиби жартылай. Бұдан ары ескі тергеушінің жазбаларын оқи бастады. Бір парақта былай делінген. Қосымша куәгер іздеу қажет емес. Аманжолов қылмыс жасағанын теріске шығарғанымен нақты дәлелдер жеткілікті деп санаймыз. Айдос қаламын үстелге тастап терең дем алды. Бұл қателік деді өзі күбірлеп. Істің жабылғанына 7 жыл өтті. Нұрлан түрмеде. Қоғам үнсіз. Айгүлдің анасы бұрынғы күйеуін лағнеттеп жүр. Ешкім бұл істі қайта ашқысы келмейді. Бірақ егер бұл бір адамның ғана емес, бүкіл тергеу жүйесінің тағдырына әсер ететін іс болса, қайта ашу үлкен тәуекел. Бірақ Айдос шешімін әлде қашан қабылдап қойғанда еді. Ол қағаздың бір жиегіне қайтадан жазды. Мақсат істі қайта зерттеу үшін құқықтық негіз табу. Бұл жай ғана күмән емес. Бұл шындықтың ізін көрген адамның жауапкершілігі. Қайта зерттеу. Айдос өзінің бастығымен жеке кездесуді сұрады. Кабинетте тек екеуі ғана болған кезде ол тіке айтты. Мен 2017 жылғы Айгүл Бейсекенова ісін қайта қарағым келеді. Неге дәл қазір? Деді бас тергеуші қабағы кіртиіп. Істе нақты дәлел жетіспейді. Саусақ ізі толық сәйкес емес. Сараптама бір жақты. Өлім уақыты нақты емес. Айыпты болған Нұрлан Аманжоловтың алибиі жартылай ғана расталған. Бұл істі өзіңе кім тапсырды? Ешкім, өзім бастадым. Бас тергеуші терең күрсінді. Айдос, сен әлі жассың. Мынадай істерді қазған дұрыс емес. Ол кезде бәрі дұрыс жасалды. Іс жабылды.
Ал іш жабылса, демек жабылды. Айдос үндемеді. Бірақ көзімен ешқандай мойынсыну жоқ екенін аңғартты. Кешке үйіне келген соң, ол қылмыстық процестік кодекс пен ішкі ережелерді ақтара бастады. Қайта тергеу бастау үшін екі жол бар екен. Бір, жаңа дәлел пайда болуы. Екі, ескі дәлелдің шындыққа жанаспайтынын дәлелдеу. Бірақ ресми қайта ашу үшін жоғары органдардың рұқсаты керек. Айдосқа тек бейресми жолмен тергеу жүргізуге тура келді. Жасырын түрде. Ең алдымен ол Нұрлан Аманжоловпен кездесу сұрады. Түрмеге бару оңай болған жоқ, рұқсат бір аптада әрең келді. Түрме кездесу бөлмесі. Нұрлан орта бойлы, шүңірік көзді, жүдеу тартқан адам екен. 7 жылда өмірді мойындап үлгерген. Қолында қалтырау байқалды. Қасынан келген күзетші: 10 минут деді. Айдос өзін таныстырып көзбе көз сұрады. Сіз сол түнде Айгүл Бейсекенованы өлтірдіңіз бе? Жоқ деді Нұрлан баяу ғана. Бірақ сіздің саусақ ізіңіз табылған. Мен үйленген кезде сол пышақты өзім әкелгенмін. Әлі күнге дейін Айгүл сол құралдарды қолданатын. Дәлелдердің көбі сізді кінәлайды. Тергеуде мені тыңдаған жоқ. Мен адвокат сұрадым, бірақ қысым көрсетілді. Мойындасаң тез шығасың деді. Ал мен ерегестім. Содан кейін бәрін өздері дәлелдеді. Айдос оның көзіне тік қарады. Қайсарлық па, шарасыздық па, бір анық нәрсе бар. Бұл адамның жүрегінде әлі ашық жара қалған. Егер мен бұл істі қайта қозғасам, сіз дайынсыз ба? Менің бар үмітім тек соған ғана. Келесі қадам Айгүлдің анасы. Анасы бастапқыда сөйлесуге қарсы болды. Бірақ Айдос сабырмен ештеңе уәде етпей сөйлесті. Нұрлан сіздің қызыңызды өлтірмеген болуы мүмкін. Егер мүмкіндік берсеңіз, біз бұл істі қайта қараймыз. Ол менің қызымды жылдар бойы қорлады. Бірақ анасы даусы дірілдеп үзіліп қалды. Бір сәт мен де күмәнданғанмын. Қызым маған соңғы кезде басқа біреу мазалап жүр деген еді. Бірақ ол кім екенін айтпады. Бұл жаңа дерек. Бұл істі қайта қарауға себеп. Соңғы қадам жаңа криминалист. Айдос ескі айғақтардың көшірмесін тәуелсіз криминалистке берді. Бір аптадан кейін ол оралды. Мына саусақ ізі тек 6 белгіден ғана сәйкес келеді. Бұл түпкілікті дәлел бола алмайды. Ал бұрынғы сараптама өте әлсіз. Қазір бұндаймен ешкім сотқа бармайды. Айдос барлық деректі жинады. Бір папкада. Сараптамалық күмән. Алибидің толық еместігі. Жәбірленушінің анасынан алынған жаңа ақпарат. Жаңа криминалистің қорытындысы. Бұл істі қайта ашуға жеткілікті. Бірақ бұл тек бастамасы еді. Алда қарсы мүдде тұр. Жоғарыда отырғандар бұл істің қайта қаралғанын қаламауы мүмкін. Себебі істі сол кезде жапқан адамдар жоғары лауазымды тұлғаларға айналып кеткен. Қарсы мүдде. Айдос жинаған барлық дәлел мен жаңа деректі бір папкаға салып, прокуратураға ұсыныс хат әзірледі. Ресми түрде істі қайта қарау туралы өтініш жолдады. Ол енді әділетке жетем деп сенді. Бірақ бәрі ондай оңай болмады. Келесі күні ақ Айдостың жұмыс орнында атмосфера өзгеріп кетті. Кабинетке кіргенде бастығы Қайрат Құлмұхамбетұлы орнынан тұрмастан: «Жас тергеуші, бұл сенің қызметің емес. Іс жабылған. Сен ол құжатқа қол қойдың ба?» «Жоқ, ендеше бұл сенің міндетің емес. Бірақ менде жеткілікті дәлел бар. Іс өрескел бұрмаланған. Сараптамалық қорытынды жалғанға жақын. Куәгер сөзін елемеген. Ол кезде бұл іс жабылған», деп Қайрат даусын көтеріп жіберді. «Саған кім тапсырма берді?» Айдос үндемеді. Бірақ сол сәтте түсінді, бұл істің жоғары жақта қорғаны бар. Кешкісін Айдос үйіне қайтып бара жатқанда артынан бір көлік еріп келе жатты. Жол бойында ол жылдамдықты азайтып көрді, көлікте баяулады. Қаланың басқа көшесіне бұрылып еді, көлік солай бұрылды. 2 квартал бойы соңынан ерген бұл белгісіз көліктен қорықпауға тырысты. Ақыры дүкен алдына тоқтап, телефонынан жазып, камераға түсіре бастады. Сонда ғана әлгі көлік жылдам айналып жоқ болып кетті. Қысымның бірінші белгісі байқату.
Ертеңінде оның қызметтік компьютерінен кейбір файлдар кездейсоқ жоғалып кетті. Тергеу материалдарының бірнеше көшірмесі ашылмай қалды. Айдос ақпаратты тек офлайн қатқыл дискіге көшіріп үлгергені дұрыс болды. Түскі үзілісте оған ішкі қауіпсіздік департаментінің өкілі келді. Айдос мырза, сізге қызметтік тергеу ашылды. Қызмет бабын асыра пайдалану фактісі бойынша. Сізге жеке іспен айналысуға кім рұқсат берді? Мен қылмыстық процестік кодексінің 499 бабына сәйкес әрекет еттім. Жаңа дәлел табылған жағдайда істі қайта қарау заңды міндет. Бұл сіздің ойыңыз ғана. Біздің бөлімше оған басқаша қарайды. Кешкісін ол үйіне келсе, пәтердің есігі сәл ашық тұр. Үй іші шашылыпты. Ақша, ноутбук, флешка бәрі орында. Бірақ тергеуге қатысты жазылған жеке жазбалар жоқ. Яғни бұзақ емес, нақты бір мақсатпен келгендер. Олар қорқыту арқылы тоқтатуды көздеген. Сол түні Айдос бұрынғы тергеуші Айгүл ісін жүргізген Марат Сәрсеновті іздеп тапты. Зейнетке шыққан, қала сыртында тұрады. Бірнеше күн сұранып, ақыры кездесуге көндірді. Ол кезде бізге жоғарыдан бұйрық келді. Істі жылдам жауып, кінәліні белгілеу керек деді. Баспасөз шулап кетті. Мені де, прокурорды да шақырды. Бізге Нұрлан ыңғайлы айыпты болды. Саусақ ізі бар, айқай-шу жоқ. Жабу оңай еді. Бірақ бұл әділетсіздік. Жассың, әділет үшін кейде бәрін жоғалтасың. Айдос үнсіз қалды. Бірақ көзі отты жанып тұрды. Мен бәрібір соңына дейін барамын деді ол ақырын ғана. Айдос істе үлкен фигуралардың қатысы барын енді түсінді. Жоғарыда отырған шенеуніктер мен кейбір басшылық өкілдер қателік кеткенін білсе де, істі қайта қарауға жол бергісі келмейді. Себебі бұл бедел, мансап қызмет үшін қауіпті. Бірақ Айдос тоқтамақ емес. Себебі шындық әділеттіліктен жоғары тұрады. Шындық. Айдос соңғы аптада бәрінен айырылып қалуға шақ қалған еді. Қызметтік тергеу, аңду, қорқыту, үйін тінту оған бұлай істі қазба деп бел болады. Бірақ ол керісінше шегінген жоқ. Айғаққа апарар жол. Бұрынғы тергеуші Марат айтқан бір есім Нұрбек Сайлауұлы іске қатысы бар тұлғалардың бірі ретінде аталды. Ол кезде куәгер ретінде жауап беріп, ешқандай айып тағылмаған. Бірақ Айдос деректерді қайта қарап отырып, бір құжатқа көзі түсті. Нұрлан Әбдірахманов, кінәліні деп танылған жігіт, қылмыс жасады деген түнде оның телефонын 2 рет бір нөмір шақырған, дәл сол Нұрбек Сайлауұлынікі. Ал Нұрлан сотта мен ол кісімен мүлде таныс емеспін деген. Демек, бұл өтірік айғақ. Бейнематериалдар. Айдос қалалық серверден архивке кіріп, сол түнге қатысты видео бақылау жазбаларын табуға тырысты. Бірақ ресми жазбаларда бақылау істен шыққан делінген. Алайда ол сол бизнес орталықтағы жеке күзет фирмасын тапты. Күзет қызметінің өз сервері бар екені белгілі болды. Бір апталық сұраныстан кейін әлде бір кездейсоқ сақталып қалған жазба табылды. Видео түнгі 02:43-те Нұрбек Сайлауұлының кіріп шыққанын дәлелдеді. Ал Нұрлан сол түні ғимаратқа кірмеген, бұл таза алби. Құжаттар және қолтаңба. Одан бөлек Айдос құжаттарды қайта сарапқа жіберді. Бастапқыда Нұрланға тиесілі деп танылған қолжазба мен саусақ ізі де қайта қаралды. Жаңа сараптама. Саусақ ізі Нұрбек Сайлауұлына тиесілі. Қолжазбада соған ұқсас. Бастапқы қорытындыда жоғарыдан қысым болды ма деген сұрақ енді ашық қойыла бастады. Жаңа тыңдау. Айдос бұл деректердің бәрін жинап жоғарғы сотқа апелляция берді. Істі қайта қарауға жол ашылды. Нұрлан Әбдірахмановты босату туралы шешім 4 жылдан кейін ғана шықты. Сот залында Айдос пен Нұрлан алғаш рет бетпе-бет кездесті. Сен мені құтқардың деді Нұрлан көзіне жас алып. Бірақ соған лайық болдым ба? Айдос үнсіз бас изеді. Іштей, сен емес, біз қателестік деді. Шындық кімге керек? Нұрбек Сайлауұлы істі қайта қарау басталғаннан кейін шетелге кетіп қалды. Интерпол арқылы іздеу жарияланды, бірақ әзірге нәтиже жоқ. Бастапқы тергеуді жүргізген 2 адам, прокурор мен тергеуші Марат қызметінен босатылды.
Айдосқа қызметіне қайта оралуға рұқсат берілді, бірақ ол өз еркімен жұмыстан кетті. Мен тергеуші болдым. Бірақ шындыққа жету үшін басқа жол керек сияқты, деді ол журналистерге берген қысқа сұхбатында. Айдос енді жеке тергеу бюросын ашып, құқық қорғау саласынан шет қалған адамдардың істерімен айналысып жүр. Нұрлан ауылға қайтып анасына үй салып берді. Ол үшін 4 жыл өмір орны толмас әділетсіздік еді. Бірақ бір адам әділет үшін күресті. Бір адам шындыққа жетті. Бұл тергеушінің қатесі емес. Бұл қоғамның қатесі еді.